Иктисади инкишафнын тезлештірілмесі инфляция вет девлет боржының эксультовы. Украина назерлер кабинеті 2020 сенесіне қадар бюджет бияннамесінің лейхасыны таздықлады. Бұл вақытқа қадар ғайры Сафи мақсулатының артмасы 4% тешкіл етмелі. Бюджет қытлығы есе 2%. Инфраструктура лейхалары вес санайы дестігі ярдым етер. Бұның еле үкіметті орта айлықның орта жағының тахмин етелер. Бусине $270 кадар. Мы закладаем последовный риск. Икtisadiятның ишченің кешафыны назарда тутамыз. Яқын кележекте 2-3-4-5% кадар көтерілмелі. Демек, Украинада икtisадият илерелемеге башлар. Ишелердің артырмасы üzerinde çalışacağımız. Инфраструктура меселелерінің ал етілмесі, мемлекетімізде аққайдынышывлеріні темин етежек меселелерінің üzerinde çalışacağımız. Темел seviyesini koyamız. Ama iktisadi inkişaf, islahatlarını ne kadar keyfiyetli ve tez surette eteceğimizге bağlı. Ця бюджетна резолюція кардинально відрізняється від попередніх років. Bu bюджет beyanamesi evvel olğanlardan gayet farklana. Devlet maliye vasıtalarını birinci növbette yapılacak islahatlarga yöneletken strategik vesi kadır. Böylelikle biz iktisadiyat inkişafının planını meydana getiremiz ve gelecekte de koz özümüzge alamız.